Алып Алтайдың асқар тауларының бір биігіне қыран бүркіт ұя салыпты. Ұяда екі балапаны болыпты. Екі балапанның бірінің түсі қара қоңыр болса, екіншісінің тұтас тұлғасы қоңырқай болғанымен, қос иығымен балақ жүндері аппақ екен. Енесі бірін қара торғайым десе, екіншісін аппақ балапаным деп еркелетеді екен. Күндердің бірінде құс ұясын байқап қалған адамдар ұядағы қос балапанды алмақ болыпты. Ұяның төбесінен арқанмен салақтап түскен әлгілер құс ұясына ілініп, балапанды ала бергенде шаңқылдаған ащы үн шығыпты. Бар екпінімен зымырай ұшқан ана қыран балапанды алғалы жатқан адамды қанатымен қағып жіберіпті. Сөйтіп, адам мен қыран арасындағы шайқас басталыпты. Қара торғайға қолы жетіп енді ақ балапанды алмақшы болғанда адам жартастан құлап кете жаздапты. Жат тілдегі жердегілер былдырлап әлденені айқайлап оқ шығарыпты. Қыран сонда да алған бетінен қайтпай адамды қанатымен соққылап құлатуға айналыпты. Бір балапанға қолы жеткен адам екіншісін алмақ түгілі жанын олжа көрсе керек. Үстіндегілерге тартып алыңдар деген белгі беріпті. Қыран сонда да арқаннан тартып төбеге қарай өрмелеп бара жатқан адамды қанатымен ұрғылап, қолындағы балапанды құтқарып алуға бар күшін салыпты. Осы кезде тарс еткен мылтық үні шығып, ана қыран қанаттары жалбырап құзға қарай құлап кетіпті. Ақ балапан аман бол, оларға берілме деген үні ғана жаңғырапты. Осылайша қара торғай адамдардың қолында кетіп, енесінен айырылған ақ балапан жетім қалған екен. Ақ балапан енді өлместің күнін ойлапты. Адамдардың қайта айналып келуінен алаңдап, аяғын байлаған анасының тұсауын зорға шешіп, биік құздан төмен қарай ұша жөнелтті. Бұрын мұндайды көрмеген ол қарағайдың басына соғылып қала жаздап, әрең дегенде бір жартастың төбесіне қоныпты. Осы кезде дауыл тұрып нөсер құйыпты. Жылы ұяда жатып мұндайды көрмеген ақ балапан қатты қалтырапты. Қарны да әбден ашқан екен. Ол анасының арқар олжа секілді аң еттерін әкеліп, өздерін тамақтандыратынын ойлаған сайын көңілі құлазып, көзіне жас келіпті. Кейде анасы жемтіктерді бітеу әкеліп, оларға бұзып жеуді үйретеді екен. Ойына осы көріністер оралған ол өзі аң ұстап жеуді ойлапты. Әуелі жерден құрт-құмырсқа теріп жеп жан шақырған соң, өрлі-қырлы ұшуға жаттығыпты. Сосын құз басында тұрған арқарға қарай шүліге ұшыпты. Тырнақтары арқардың арқасына да іліккен екен. Арқар болса таудан құлағандай екпінмен тарс-тұрс еткізіп, тастардың арасымен ойнақтай қаша жөнелтті. Ақ балапан арқарды ұстау түгілі өз жанын әзер аман алып қалыпты. Үлкен аңға шамасы келмеген ол мұңға батып отырғанда, аңғай жердегі бір қаршығаның қоян ұстап жегенін көріп, ол енді қаршығаның сол өнерін қайталағысы келіп, қоян іздепті. Бағына жарай семіз көкше қоян кезіпті. Жоғарыдан қолдилай зымыраған күйі қоянды бас салыпты. Асау арқарға қарағанда әлсіз қоянды бірден бүктеп өлтіріп жіберген екен. Осылайша ақ үрпек ақ балапан өз күнін өзі көретін тірнек күйге жетіпті. Өздері ала алмаған ақ балапанның әуеде жүргенін байқап қалған құсбегі адамдар енді оған тұзақ сайлапты. Олар далаға айналдыра тор жайып, тордың ортасына ішіне шөп толтырылған қоян терісін тірі қояндай етіп байлап, бала қыранды шырғаға тартыпты. Жейтін азық таппай аспанды шарлап жүрген ақ балапанның көзіне әлгілердің шырғаға тартқан қояны бірден көрінген екен. Ақ балапан зеңгір көктен төмен қарай сырқырай ұшып, қоянды аламын деп торға іліккен екен. Аңдып отырған адамдар оны бас салыпты. Басына томаға кигізіп, аяғына шешілместей бау тағыпты. Көрмеген қорлықты көрген ақ балапан қара торғайдың да осындай екенін көріпті.
Бірақ қара торғай адамдарға әбден үйірлесіп, соларға бауыр басып кеткен екен. Ақ балапанды көріп, оларды бастабында қатты жек көріп едім. Қазір бойым үйреніп кетті, депті. Мен өлсем де ондай тірлікке көне алмаспын, деген ақ балапан қашып кетуге бекініпті. Адамдардың берген тамағын татып та қоймапты. Амалсыз қалған адамдар оны бір үйге бос қамап, үй ішіне тірі қоян жіберіпті. Соны ұстап азықтансын дегені ғой. Осы орайда ақ балапан бар екпінімен терезенің әйнегін быт-шыт сындырып, еркін көкке самғай жөнеліпті. Ақ балапаннан айырылып қалғанына өкінген адамдар енді ең соңғы шара қолданыпты. Ақ балапан көп ұзамай өзіне қарай самғап келе жатқан қара торғайды көріп, қатты қуаныпты. Бірақ қуанышы су сепкендей басылыпты. Жанаса ұшып келген қара торғай: «Інім, өз бетіңмен жүріп күн көргенше, адамдарға бағынышты болып өмір сүргеніміз артық емес пе? Олар бізге албады тиіспейді. Тындырған ісімізге қарап, ақы-сыйымызды да жасап отырады. Бізге қорғаныш болады», дейді. Жоқ, мүлдем керісінше. Құлдықта жүріп, өзгенің тамағына тойғанша, еркіндікте адалдықпен күн көрген жақсы. Басың басқаға байлаулы болып, алтын аяқтан су ішсең де бақыт емес. Нағыз бақыт еркін жан иесі ретінде адал теріңмен дербес еркін өмір сүру, депті ақ балапан. Сөйтіп ағайынды балапандар екі айырылып ұша жөнелген екен. Ақ балапан осылайша көк жүзінде еркін аспанда қалықтаған болат топшы ақ иық қыранға айналып өз мұратына жетіпті. Қазақ халқы сол үшін де қасиетті көк байрағының төсінен алтын күн шапағының астынан ақ иық қыранға қастерлі орын берген екен.